Assalomu alaykum. Canlarım, qalaysizlar, жақсыздарма? Bizonga келдім. Қасиетті жұма күні жандарым, бар жақсылық тілеп қойдым сіздерге. Аман болыңыздар. Всех люблю. Обнял. Қалайсыздар? Бүгін жұма, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Ең басы аман болайық, өзіміздің денсаулығымыз мықты болсын, жақындарыңыз аман болсын деп тілейінші, солай бастайыншы. Енді жиі сіздермен суретке шығуға тырысамын. Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы таң болсын, елейті оқырмандар. Есікті тойымыз аман есен бітіріп, ұйықтамай Талдықорғанға Анелия досымызбен Бажекеннің үйлен тойға қонаққа барамыз. Жол болсын бізге. Қазір просто шын отзыв, бетімді туралап келе жатқан, енді әсіресе 25+ қыздарға, ер азаматтарға арналған японский коллагенді айтқым келеді да. Қапшайға аман есен жеттік. Заправкадан анау заттар аламыз. Кофе, Red Bull. Жол болсын бізге. Ала деген шот көп тұр погода. Қараңыздаршы. Наконец-то қызымды 1-ші классқа, 1-ші сыныпқа тіркедім. Неше рет бардым ғой соңға. Мен барам, документтерді өткізем, запрос жібереміз мектепке. Мектеп запросымызды қабылдамайды. Ол бірақ күнге жарайды екен запрос. Қайтып атқым. Интернеттен бір салат көріп алып, сол салатыма осы көпке жетпей қалып. Жүгіріп барып алып келе жатырмын. 3 сағат болайын деп тұрмын, не осы. Кейін дауыс тұрып барған соң осы бір көпке шық. Болып қалады. Одан суббота воскресенье болып кетеді. Сөйтіп, бүгін әйтеуір наконец-то жіберіп, мектеп қабылдады. Бұйырса, менің ең кенже қызым Раяна биыл 1-ші классқа барады, 1-ші сыныпқа барады. Солай. Әйтеуір таң атпай тұрып бір жұмысты бітірдік. Ерте тұрған әйелдің бірі артық деген сол.